Қазіргі таңда еліміз үшін өзекті тақырыптардың біріне осы жасанды интеллекттерді жұмыс барысында пайдалану, оңтайландыру бағыты бойынша айналғаны белгілі. Бұл бағыт бойынша бірнеше жұмыстар жасалынып, қазіргі таңда еліміз бойынша мемлекет басшысы тапсырмалар берген болатын. Енді мысалға өзіміздің қала аумағын алатын болсақ, қазіргі таңда Сәтбаев қаласының әкімі Мұрат Ерболатұлы Бөрібаевтың бастамасымен осы әкімдікте жұмыстарды жеңілдеттіру, мына қағаз айналым процестерін оңтайландыру және мемлекеттік қызметкерлердің өзара қарым-қатынасын жеңілдету жұмыстары бойынша да осы жасанды интеллектті барынша пайдалану бойынша тапсырмалар беріліп, бүгінгі таңда зерделеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мысалға біздің өзімізде де қазір күнделікті жұмыс барысында осы жасанды интеллекттерді пайдалану тәжірибесі қазіргі таңда енгізіліп келе жатыр. Бұл алдағы уақытта адамдарды толыққанды алмастырмаса да, мынау ой алмасуда, немесе жұмыстардағы кейбір нәтижелерге қол жеткізуде заманауи мүмкіндіктерді барынша пайдалану деп білеміз. Ол бағыт бойынша қазіргі таңда жұмыстар жалғасын тауып жатыр. Алдағы уақытта да қаламыздың әртүрлі салаларында да осы жасанды интеллект ел көлемінің аумағында жалпы зерделеніп бір бағытқа түскеннен кейін де біздің өзіміздің қаламыз бойынша да жұмыстар жалғасады деген ойдамын.